Барлығыңа сәлем достар, сіздермен бірге кино шолу арнасы. Бүгін біз 2013 жылғы шыққан «Безумные преподы» комедия жанрындағы киноны талдайтын боламыз. Because I Chinatown, sauce barbecue, you know? И даже не думай снова валять дурака со мной. Биыл француз мектептерінде 86% оқушы емтиханнан өтті. Бұл соңғы 10 жылдағы рекорд болып саналады. Түлектер аттестаттарын үлкен деңгейде атап өтеді. Ал Жюль Ферри атындағы лицейде жағдай мүлдем керісінше. Бұл лицейде тек 12% оқушылар ғана емтиханнан сәтті өткен. Бұл сұмдық жағдайды лицейдің оқу инспекторы мен оның орынбасарлары талқылады. Олар қатты таңғалды. Себебі осы жолы лицейге ең үздік деген мұғалімдерді шақыртқан болатын. Егер келесі жылға дейін емтиханнан өткен оқушылардың саны 50%-ға дейін көтерілмесе, лицейді жабуға тура келеді. Инспектордың орынбасары ерекше әрі таңғаларлық ұсыныс тастайды. Ең жақсы мұғалімдерді білімі ең төмен нашар мұғалімдерге ауыстыру. Францияда Глэдис атты әйел ағылшын тілінен сабақ береді және оқығысы келмейтіндерге аяушылық танытпайды. Ал Куттердің жалқаулығы сонша, ол тіпті балық аулағанда ұйықтап қалып балық оны суға тартып кетеді. Ал бұлшық етті Эрик дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болып жұмыс істейді. Ол ауыр заттармен жаттыққанды ұнатады. Альберт химия мұғалімі, ол үнемі өте қауіпті эксперименттер жасайды. Марис философия мұғалімі, ол жұмбақтап сөйлеп, сөздерді қиындатқанды жақсы көреді. Терісі шоколад түсті Камина француз тілі мұғалімі, ол өте әдемі және бәріне ұнайды. Ең соңғысы Наполеон, ол тарих сабағынан береді. Францияның ең нашар мұғалімдері лицейге келеді және барлығының естері тек соларда болады. Бірінші Глэдис сабақ береді. Ол сұрақтарға қате жауап берген оқушыларды бормен атады. Нектарин үздік оқушы және ол өзінің өте жақсы бағалары үшін бір жыл мектептен босатылғанына мақтанады. Әзілқой бұлар әдеттегідей кешігіп келеді, әрі осы үшін жазасын алады. Оқушылар Глэдис мұғалімге қатты таңғалады. Келесі сабақ Куттерондікі. Ол 20 минутқа кешігіп келеді. Содан соң тағы 5 минут бойы өз есімін тақтаға жазады. Осыдан кейін ол өзіне демалыс жариялап, темекі шегіп келеді. Палашон кешігіп жүріп, басқа сыныпқа кіріп кетеді. Ол неміс тілінен сабақ беретін Марияны оқушы деп ойлап қалып, оған орнына отыруды сұрайды. Мария оған қанша түсіндірсе де, Палашон өз сабағын бастап кетеді. Теряем время, сядьте на место. У меня программа «Болтушка». Ақыр соңында Мария оған түсіндіріп, Палашон кешірім сұрап шығып кетеді. Асханада Палашон мен Мария бір-біріне қарайды. Олар бір-бірін ұнатып қалған тәрізді. Ал физрук болса оқушыларды ағашқа өрмелетеді. Тіпті олардың құлап кетуінен қауіп төнбейді де. Физрук оқушыларға шын өмірде олармен ешкім жұмсақ болмайтынын түсіндіреді. Ендігі Каминаның кезегі. Ол сыныпқа кіргенде барлығы қатты таңғалады. Офигеть. Ал Марис оқушыларды партаға отырғызып, жазуға мәжбүрлейді. Ол күртесін бір оқушының үстіне іліп қойып, сөйлемеуін талап етеді. Себебі ілгіштер сөйлемейді. Альберт химиялық эксперимент жасаймын деп артық кетіп қалады. Нәтижесінде бүкіл сынып сабын көбігіне батып қалады. Сабақ біткен соң Палашон Мариядан кешірім сұрап, оны құшақтап алады. Ол әйелдермен нақты қалай сөйлесу керектігін білмейтін сияқты. Химия пәнінің мұғалімі оқушы қыздың сөмкесіне қышқыл төгіп алады. Дене сабағында оқушылар көптеген жарақаттар алады. Директор инспектордың көмекшісін шақырып, көмек сұрайды. Алайда ол лицейдің мәселесін өзі шешуін сұрайды. Директор ендігін барлығын өз қолына алуды шешеді. Ағылшын сабағында ол борларды столға, ал губканы тақтаға жабыстырып қояды. Жалқау математиктің сабағында орындыққа тоқ жалғап қояды. Ол отырған кезде тоқ ұрып, математик демала алмайды. Сағаттарға дауыс зорайтқышты қосып, директор математика сабақты ерте аяқтауға мүмкіндік бермейді. Ал тарих мұғаліміне Наполеон туралы сабақ өткізбей, Жапония туралы ашық сабақ бастап береді. Ал химия пәнінің мұғалімінен барлық қауіпті қоспаларды жасырады. Француз тілі сабағында пешті өшіріп қояды. Осы арқылы Камина өз дене бітімімен ешкімнің көңілін аудара алмайды. Палашон Марияны ойлай береді. Физрук оған өзі сияқты қатал, күшті болу керек дейді. Палашон қолынан келгенше жаттыға бастайды. Бірақ Марияның түрінен ол өзінің керісінше ақымақ болып көрінетінін түсінеді. 90-ның сонында мұғалімдер директордан тыйымынан шаршап, көңілдері түсіп кетеді. Олар инспектордың орынбасарына шағымданады. Ол мұғалімдерге толықтай еркіндік беруді шешеді. Палашон арманын орындап, сабақта Наполеон атанады. Жалқау Куттеро сабақ бойы жатып демалады. Олар Нектаринаның шашын тарта бермес үшін Глэдис қыздың шашын кесіп тастайды. Ал директор мұнымен ештеңе істей алмайды.
Альберт қауіпті химиялық тәжірибелерін жалғастырып, нәтижесінде көптеген жарылыстар болады. Ал физруктың оқушылары күн сайын ағаштан құлайды. Марис оқушылардың киімсіз жүргенін талап етеді. Бұл ақымақтар көрші мектептегі оқушыларды қызықтырып, олар да осы мектепте оқығысы келеді. Енді лицейде оқушылар көбейе бастайды. Мұғалімдер танымал болып, олардың қолтаңбаларын алу үшін көптеген кезектер болады. Палашон Марияның жүрегін жаулау үшін принц болып киінеді. Бірақ абайсызда аттан құлап, ат қашып кетеді. Оқушылар емтихан тапсыра бастайды. Директор олардың үлгерімін көріп, қатты таңғалады. Олардың үлгерімі 12%-дан 3%-ға дейін түсіп кеткен. Мұғалімдер бұлай болмау керек деп ойлайды. Директор инспектордың орынбасарымен кездесіп, оның жоспары іске аспағанын айтады. Орынбасар күліп, осыны қалағанын білдіртеді. Директор орнынан кетсе, орынбасар директор атанады. Ол тек осы үшін нашар мұғалімдерді жұмысқа шақырған. Палашон мұны естіп қалып, басқаларға жеткізеді. Енді мұғалімдер өздерінің нашар еместігін дәлелдегісі келеді және емтиханның жауабын ұрламақ болады. Олар күзетшілермен қызанақ ату арқылы төбелеспек және көп дайындалады. Олардың жартысы полицейлерге митинг жасап, көңілін аударады, ал қалғандары ішке кіреді. Соңғы күзетшіні Марис алдандырады. Олар сейфті ашу мүмкін еместігін түсінеді. Бірақ ойлана келе, олар кодтың жауабы оқу министрінің жұмысқа кірген күні екенін табады. Мектепке келіп, олар оқушыларға тағы емтихан береді. Алайда мұғалімдер 9-шы сыныптың емтиханын ұрлағаны болып шығады. Бұл жауаптар ешкімге де керек емес. Емтиханға 2 апта қалғанда, Палашон өзінің шынымен де нашар санап жұмыстан шығады. Мұны естіген Мария оған ашуланып, оны нағыз әлсіз дейді. Палашон өзіне келіп, шатырға шығады. Ол оқушыларға Наполеонның мотивациялық сөзін айтады. Мұғалімдер ендігі жақсы дайындала бастайды. Глэдис оқушыларға шлем кигізеді. Осының арқасында олар өзіне лақтырылған бордан қорықпайды. Марис сабақ басталмастан шаршап ішіп алады. Ол оқушыларға тек осылай ғана түсінікті бола алады. Ал физрук оқушыларды тоқтатпай жүгіртеді. 3 аптадан кейін емтиханның жауабы шығады. 49% оқушы емтихан тапсырған, бірақ 50% толық жетпегендіктен лицей жабылады. Инспектордың орынбасары өзін жеңіске жеткенімен мақтап, рахаттанып жатады. Күтпеген жерден директор оқу министрінен хат алады. Онда бұлардың үнемі кешігуінен оқудан шығарылғаны жазылады. Бұл дегеніміз енді емтиханы өткендердің саны 50%. Барлығы бұлардың ақымақтығы үшін оны мақтайды. Инспектор мұғалімдерге өзіңе ұнаған кез келген жоғары мектептерді таңдауға мүмкіндік береді. Бірақ мұғалімдер емтихан тапсырмаған басқа да оқушылар үшін лицейде қалуды шешеді. О боже, что это? Jacaré, Popatevski. Ал өзімшіл инспектордың орынбасарын джунглиде жұмыс істеуге жібереді. Ал Палашоның жолы болып Марияны сүйеді. Барлығы суретте бақытты көрінеді. Достар, осымен кино аяқталды. Ұнаса, лайкты аямай басып кетіңіздер. Сіздермен болған киношолу арнасы келесіде кездескенше.